Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге француз круассандары рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Тура осы рецептпен жасайтын болсаңыз, круассандарыңыз өте дәмді, жұмсақ, дүкендегі французский круассандардан ешқандай кемшілігі болып шығады. Құрамына керекті заттарды мен төменге описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен жылы су, жылы сүт құямыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаны саламыз және венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық май құямыз. Және де татымына қарай қант салатын боламыз. Тәттірек болсын десеңіздер, қантты көбірек салатын боласыздар. Төменге описания жазып қалдырам. Енді татымына қарай тұз саламыз. Енді соңында қашқыны салып жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді ұнды електен өткізіп алып, жұмсақ қамыр елейміз. Жасалу жолы өте оңай, үй жағдайында жасап көріңіз. Енді қамырды елеп болған соң жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымызды қолымызға қатты жабысатын болады. Ұн себе отырып, 10 бөлікке бөлетін боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің осы рецептім ұнаса, рецептінің астына пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Рецепт ұнаса лайк басып, қолдап қойыңыздар. Енді қамырларымызды осы видеодағыдай дөңгелек тәріздес қылып, 10 бөлікке осылайынан бөліп алып, шетінен жаятын боламыз. Қамырымызды домалақтап алған соң бетін қатып қалмас үшін жауып қойыңыздар. Енді қамырымызды жайып алып, бөлме температурасында ерітілген сарымайды жағатын боламыз. Осындай лопатканың, силиконовый лопатканың көмегімен жақсаңыздар, өте ыңғайлы жағылады. Барлығын осылайынан 10 бөлігінде осындай сарымаймен жағып аламыз. 10 бөлігін болғанда 9 бөлігіне жағамыз, ең соңғы бөлігіне жақпаймыз. Барлығын осылайынан дайындап алдық қамырымызды. Май жағып, енді оқтаудың көмегімен әдемілеп қатты жұқа қылмай жаятын боламыз. Алдын ала пісіретін пешімізді қыздырып дайындап аламыз. Енді осы қамырымызды осылайынан кесіп алатын боламыз. Қатты үлкен қылмай, орташа қылып кесеміз. Сонда круассандарымыз әдемі, формалары әдемі, қатпарлы, жақсы болып шығады. Бірнеше бөліктерге бөлген соң, орталарынан азғандай кесеміз. Өйткені құрамына салмасын салған кезде ішінен шығып кетпес үшін. Салмасына қойылтылған сгущенканы салып, осылайынан форма қылып, дөңгелектеп орайтын боламыз. Пергамент қағаз төселген противенімізге барлығын орнына араластырып, жұмыртқаның сарысын жағып пісіруге жіберетін боламыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецепттің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы дәмді рецептпен
рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымды қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Енді круассандарымызға жұмыртқаның сарысына 1 қасық сүтті құйып араластырып жағатын боламыз. Біздің круассандарымыз дайын. Өте жұмсақ болып шықты. Видеоның соңына дейін қараған